Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде 5-ші сынып атамұра, 2-ші бөлім, 1-2 сабақ киім, сән, талғам, киім тақырыбындағы тапсырмаларды орындаймыз. Алдын ала ескертемін, бұл ГДЗ-дан алынып жатыр жауаптары. Бірақ егер сіздер маған белсенді болып комментарий жазып және оқырмандардың саны подписчик көбейетін болса, мен міндетті түрде жазбаша жауаптарын өзімнің нұсқамда бірнеше нұсқада сіздерге салып көрсететін боламын. Бұл жай ғана проб ретінде салынып отыр, және сіздерге бұл видеоның соңына дейін қарасаңыздар, тапсырманы қалай басқаша да орындауға болатындығын ауызша айтамын. Сондықтан видеоны соңына дейін дұрыстап мұқият тыңдаңыздар. Жақсы, кеттік. Бірінші тапсырма. Мәтінді үнтаспадан тыңдап, мазмұның не жайында екенін аңғар. Бұл жалпы сіздер ой тыңдайсыздар, оған былай жауап беруге болады. Мәтін мазмұны киім туралы. Киім ауа райының, сыртқы ортаның зиянды әсерінен қорғайды. Киім материалдық құндылық, адам келбетін өзгертетін сән өнері. Тірек сөздер: сән өнері, киім, бұйым, мата, сәнді, киім, келбет деп алдық. Келесі. Төртінші тапсырма. Сәуле: адамдар киімді не үшін жыл мезгіліне қарай таңдайды? Яғни бұл диалогтың жұптасып өзің жауап беру керексің. Міне, киім, сәуле бастау керек. Киім денені ауа райының суығы мен ыстығынан қорғайды. Адамдар киімді маусымдық кезеңдерде киіміне қарай қыстық, жаздық киімдерін киеді деп алуға болады. Ары қарай сәуленің жауаптары міне. Киім денені қарай қыстық және көктем, күздік, жаздық таңдап киеді. Келесі. Сәуле: адамның сыртқы бейнесі адамның киімі емес, киім кию әдебі. Киім адамның болмысын көрсетеді. Киіміне қарап адамның жасын, жынысын, қайда жұмыс істейтінін білуге болады. Яғни бұл жерде киімнің сапасына қарай, киіміне қарай айтылып отыр, иә? Мысалы, спортта жұмыс жасайтын адамдар, спорттық киімге, кеңседе жұмыс жасайтын адамдар көбінесе классикалық киімдер киеді деген мағынада айтып отыр. Келесі. Асқар: құндылық деген бір заттық маңыздылығы, ұлттық киімдер құндылыққа жатады. Бұл мына көріп тұрғандарыңыздай мына дүниелерді толтырып жатырмыз. Келесі. Сәуле: ұлттық киім адамның болмысын, ерекшелігін көрсетеді деп өздеріңіздің де нұсқада киім туралы не ойлайсыздар, жалпы киім адамның өміріне қалай әсер етеді, сол туралы айтуға болады. Киім құндылыққа жата ма? Құндылық деген не деп сәуле сұрақ қойған кезде Асқар қалай жауап беруіне болады? Киім құндылыққа жатпайды. Адамның киімі әртүрлі болуы мүмкін. Қарапайым адамдар бірақ оны бай болып шығуы мүмкін. Ал бай адамдар, ақшаға қатты берілген адамдар киіммен мақтанып кетуі мүмкін деп айтуға болады. Келесі. Оқылым мәтіндегі бас киімдердің қайсысын білетіндеріңді айт. Бүгінгі күні сенің отбасыңдағы адамдар бас киімнің қандай түрлерін киеді? Мен бөрік, қалпақ, сәукеле бас киімдерін білемін. Яғни сіз қай бас киімдер білетіндеріңізді айту керексіз. Мүмкін тағы да тақияны білетін шығарсыз, тақияны қосуға болады. Менің отбасымда атам қыс мезгілінде құлақшын киеді. Анам үйде басына жаулық тартып жүреді. Жаулық деген немесе орамал деп айтуға болады. Мен өзім де күнделікті үйде мысалы тақия киіп жүремін деп айтсаңыздар болады. Ол енді бас киімді қалай киесіздер соған байланысты. Келесі. Оқылым мәтіндегі заттың атауын білдіретін сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Түбірдің соңғы дыбысы мен қосымшаның бастапқы дыбысын үндесіп тұрған парталасыңа түсіндір. Бұл бізде енді бас киімдер деген түбірі бас. Бұл жерде түбірі бас. Киім біз екеуі біріккен сөз. Дер көптік жалғауы, әйелдер көптік жалғауы. Бұл жерде дерінің барлығы осылай белгіленеді. Ерлер көптік мағынада айтылып тұр, иә? Бұл және бұл үндестігінде айтылып тұр. Және жазды күні, екі сөздің бірігу арқылы жаздың бір күні деген сөз осылай өзгеріп кеткендігін айтуға болады. Келесі. 8-ші тапсырма. Сездің орнына дұрыс орналастырып сөйлем құра. Яғни бұл жерде сіздер мына сөздерден сөйлем құрау керексіз. Мысалы, тақия, сәтен, шұға, барқыт маталардан сырып, кестелеп тігілген бас киім. Тымақ, биік төбелі, маңдай, екі құлақ. Міне мына келесі мына сөйлемді құрастырып жатырмыз. Бір төбелі маңдай, екі құлағы бар, желке матаны, міне желке жотаны жауып тұратын аңның, малдың терісінен тігілген қысқы бас киім. Міне осылай алсаңыздар бар, бұл дәл солай құрылу керек. Және соңғысы малақай. Малақай дегеніміз бас киім. Бас киім. Елтерден аң терілер арасына жүн мақта салып, сырып тігілген ерлердің бас киімі. Ерлердің бас киімі. Міне осылай болу керек. Келесі. 9-шы тапсырма.
диалогты керекті сөздермен толықтырыңдар. Міне мына диалогты дәл осылай көшіріп, мына нүктелердің орнына біз сөздерді қою керекпіз. Міне киім неден тігіледі? Киім матадан, мал ақ терісінен, аң терісінен тігіледі. Киім адамды неден қорғайды? Адамды суықтан, ыстықтан, жауын-шашыннан қорғайды. Бас киім неше түрге бөлінеді? Бас киім әйелдер және ерлер бас киімі бұл екіге бөлінеді. Әйелдердің бас киімдері қалай ерекшеленеді? Әйелдердің бас киімі жаспен және отбасындағы жағдайына байланысты ерекшеленеді. Келесі 10-шы тапсырма. Мәтінге сүйеніп, ұзатылған қыздың ерте кездегі киімі өзің білетін қазіргі кездегі киімдермен салыстырыңдар дейді. Қайсысы ұнайтынын жаз, уақыт мөлшері 7-8 минут. 7-8 минут ішінде сіздер жазуларыңыз керек. Міне, ертеде ұзатылған қыз басына сәукеле, шашына шашбау, қазақша көйлек, колхоз киген, камзол киген. Қазіргі кезде ұзатылған қыз басына вата үстіне еуропалық үлгідегі ақ көйлек киген. Қазіргі кезде киімі ұнайды. Ерте ұзатылған қыз киімі, міне мына жерде осылай дәл жазу керек. Осы мәтінді жазып көрсетсеңіздер болады. Келесі, тыңдалым және оқылым мәтіндерінен бұрын өздерің мән бермеген сөздер тауып, топ болып мағынасын талдау жасаңдар. Бұл да топтық жұмыс. Бұны сыныпта орындайсыздар. Мысалы, мән бермеген сөздер қарқара, қосаба, шылауыш. Бұлар ұлттық әйелдер бас киімі деген атау екен. Сосын бұл бас киімдердің атауы. Қосаба дегенне, қасаба дегенне, шылауыш дегенне, қарқара дегенне. Бұл соның қай кезде қалай киілгендігі туралы айтылып тұр. Келесі 12-ші тапсырма. Өзің қыста және жазда киетін бас киімдерін суреттеп сөйлеу барысында дыбыс үндестігін сақтай алдың ба, бір-біріңді бағалаңдар. Мысалы, сен қыста не киесің? Мысалы, мен қыста құлақшын киемін. Біреу қалың бөрік киемін деуі мүмкін, біреу малақай киемін деуі мүмкін. Құлақшын түлкі терісінен тігілген, ал оны сипаттау керек, ол неден тігілген, қалай тігілген, түсі қандай, қандай ерекшелігі бар, оның түсін айтыңыз. Мысалы, түсі қара, қоңыр, немесе көк, немесе аралас түсті деп. Осының барлығын сипаттап және дыбыс үндестігіне сәйкес оқисыз. Жақсы, осымен сабағым түсінікті болды деп ойлаймын. Тағы да сұрақтарыңыз болса, арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып қолдап қойыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз егер көп болатын болса, мен бірден келесі тақырыптарға үй жұмысын түсіріп, ютубқа салып отыратын боламын. Рахмет, сау болыңыздар.